Есте сақтау қабілетіңіз нашар болса, қаныңыз аз болып, қаназдықпен ауыратын болсаңыз, сізге қызылшаны пайдаланған дұрыс, оның пайдасы өте көп. Және де шашыңыз жұқа әрі баяу өсетін болса, құрамындағы В дәрумені сізге көп көмегін тигізеді. Бұл салаттың құрамындағы жаңғақтың да пайдасы өте көп. Жаңғақтың құрамында А, Е дәрумені де сіздің миыңызды жақсартады. Бұл салаттың пайдасы өте көп. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Қызылшаны 1,5 сағат бойына суда пісіріп алдым. Енді піскен қызылшамызды осылай сыртын қабығын ашып тастаймыз. Міне, қызылшамыз дайын. Осылай әдемі болып пісті. Енді картобымызды ашып бастаймыз. Картопты да кемінде 1 сағат бойына суда пісіріп алдым. Дайын болған картобымызды осылай 4 бұрышты етіп тураймыз. Орташа етіп тураймыз. Қатты ірі немесе жұқа етпей, орташа көлемде турайтын боламыз. Туралған картобымызды ыдысқа саламыз. Одан әрімен қызылшаны да дәл солай 4 бұрышты етіп, орташа етіп тураймыз. Айта кетерлігі, қызылшаны таңдаған кезде балғын, яғни свежийін алғаның дұрыс, өйткені салатымыз өте дәмді әрі сочный дейді ғой, өте керемет болып шығады. Сондықтан да балғын қызылшаны таңдаған дұрыс. Енді бізге жаңғақ қажет болады. Айтып өткенімдегідей, жаңғақты да дәл солай 4 бұрышты етіп тураймыз. Жаңғақтың құрамында А, Е дәрумені бар. Бұл сіздің миыңыздың ойлау қабілетін жақсартады. Сондықтан да бұл салаттың ерекшелігі өте пайдалы. Туралған жаңғақтарымызды ыдысқа саламыз. Міне, барлығын салдық. Дүкен сөрелерінде сатылатын ас бұршағымызды саламыз, яғни горохты саламыз. Үстінен тұзды саламыз. Және де шым-шым ғана шекер салуымыз керек. Майонез, енді майонезбен араластырсақ болғаны. Біздің салатымыз дайын десек те болады. Енді жаймен араластырып шығамыз. Барлығы біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бұл салаттың жасалу жолы да өте оңай әрі тез дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай, пайдасы өте мол. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамында А, Е, В дәруменіне бай болған қызылша салатты міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Дәмі өте керемет, айтуға сөз жоқ. Тіл үйіретін салат болып шықты. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ұнап жатса мені қолдап лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.